Бұл азат алаң бүгін біз осы апта ішінде елде болған ең маңызды деген оқиғаларды талқылаймыз, сараптаймыз. Бүгін бізде онлайн байланыстан белгілі саясаттанушы Ерлан Сайыров. Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар ма? Бүгін еліміздің ең ірі мегаполистері Алматы мен Нұр-Сұлтанда карантин режимі ұзартылды. Көрші Ресейде ол 30 сәуірге дейін ұлғайтылды. Әрине біздің билік карантинді ұзартуының артында үлкен бір экономикалық жағдайдың ауырлайтынын бәрін сезіп отыр. Осыған қарағанда біздің елімізде карантин тағы бірнеше мәрте ұзартылуы мүмкін бе? Біздің конституция бойынша мемлекеттің ең негізгі құндылығы адам және адамның өмірі. Бүгінгі коронавирустың жағдайы ол мына Қазақстан Республикасының азаматтарының денсаулығына, сонымен бірге өміріне тікелей өзінің залалын тигізіп жатыр. Сондықтан менің ойымша адамдардың өмірін сақтау үшін бұл карантинді егер қажет болатын болса созу керек. Өйткені өздеріңіз көріп отырсыздар, Қазақстанға коронавируске кірген күннен бастап бүгінге дейін 20 күндей болды. Осы 20 күннің ішінде бұл індет Қазақстанның қалаларында ғана емес, сонымен бірге ауыл-ауылын қазір аралап кетті. Бірақ дегенмен де осы Нұр-Сұлтан, Астана, Шымкент қалаларында карантин қойылғаннан кейін бұл жаңағы аурудың ары қарай дамуы геометриялық прогрессиямен емес, динамикасы азайып отыр. Бүгінгі таңда осы карантиннің енгізілуі біздің елімізде коронавирустың дамуының динамикасының азаюына алып келіп отыр. Бұны біз айтуымыз керек. Сондықтан карантинді созған дұрыс. Өкінішке орай қазіргі таңда дүние жүзі, сонымен бірге Қазақстанда коронавирусты жеңетін ешқандай вакцина табылған жоқ. Коронавирустан құтқарудың бір амалы үйде отыру. Осыны барлығымыз есте сақтауымыз керек. Енді үйде отырармыз-ау, карантин біткеннен кейін жұмыс істеу керек, ақша табу керек, елдің экономикасы бір жарты жылдың ішінде қалыпқа өз қарқынына келе қою екіталай ғой. Ол тек қана Қазақстанның экономикасы емес, бұл дүние жүзінің экономикасына үлкен залалын тигізеді. Қазірдің өзінде ондаған триллион долларға залалын тигізіп жатыр. Бірақ қайталап айтамын, біздің еліміздің азаматтарының өмірі бүгінгі таңда қауіп қатерге төнген кезде біз ең бірінші осы жағынан қарауымыз керек. Қазақстан экономикасының дамуы не керек? Ертең біздің елімізде адамдар 10 мыңдап сырқаттанып, және 10 мыңдап біз адамдардан айырылып жатсақ. Әрине, еліміздің экономикалық дамуы бізге қажет, азаматтардың әл-ауқатының өсуі бізге қажет, бірақ бүгінгі таңда дүние жүзіне келіп отырған жобалар Қазақстанға кірген кезде біз ең бірінші осы біздің еліміздің азаматтарының өмірін ойлауымыз керек. Түсінікті. Қазір ел ішінде кеше президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың әскери міндетті азаматтарды қарулы күштер сапына шақыру жарлығы қызу талқыланып жатыр. Жалпы Ақорда мемлекет басшысы мұндай қадамға не үшін барды? Мәжбүрліктен барды деп айтуға бола ма? Менің ойымша екі аспект бар. Бірінші аспект, біздің еліміз қазір төтенше жағдай кезінде өмір сүріп жатыр. Төтенше жағдай дегеніміз ол әскери уақыт деген сөз. Осы есте болу керек. Екінші мәселе, енді көптеген азаматтар төтенше жағдайға байланысты, мынау экономиканың тоқтап қалуына байланысты көптеген азаматтар қазір жұмыссыз отыр. Әрине. Сонымен бірге тағы бір аспект бар. Енді оны өздеріңді көріп отырсыңдар, коронавирус ауылдарға тарап кетті. Енді мынау Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент тәрізді ірі мегаполистерде карантин қою және оны бақылау оңай. Ал қазіргі таңда ауыл-ауыл аралап кеткендіктен, мысалы үшін мүмкін қазір облыс орталықтарында, аудан орталықтарында, сонымен бірге ауылдарда карантин қою керек болады. Міне осы кезде адамдардың көмегі қажет болады. Бұл біздің отанымызды қорғаудың бір формасы деп есептеуіміз керек.
көптеген азаматтар сұрақ қойып жатыр, және қарсы болып жатыр. Егер сенің отаныңа бір үлкен бір зауал келетін болса, отаныңды қорғау керек болса, сен неге оған қарсы шығуың керек, мен түсінбеймін. Мысалы үшін мені шақыратын болса, мен барам. Өйткені қазір біздің отанымызға қауіп төніп тұр. Сондықтан бұл азаматтық борыш біздің республиканың конституциясында Қазақстан Республикасын қорғау әрбір азаматтың борышы және оның жауапкершілігі деп жазылған. Сондықтан міне бүгінгі таңда отанның алдындағы біздің борышымызды орындайтын уақыт келді. Және де тағы бір мәселе, ол жаңағы шақырылған азаматтардың барлығы бұл бір әскери жиынға шақырылмайды. Олар сол жергілікті жерде карантинға көмектесу, блокпостта тұру, немесе волонтер болып жұмыс істеу жаңағы тартылады, және оған ақы төленетін болады. Бұл біздің еліміздегі мынау азаматтарды әлеуметтік қорғаудың бір формасы деп айту керек. Өйткені бұл азаматтардың барлығына жалақы төленетін болады. Ал енді коронавирус, шынын айту керек, бүгін міне қазір әртүрлі есептер келіп жатыр, ауыл-ауылға тарап кетті. Бұл әрине өте қиын. Өйткені коронавирусты бақылау қазір қиын болып отыр. Өздеріңіз көріп отырсыздар оны. Анау мысалы үшін Өскеменде бүгін бір адамды тапты, ТСК-да жұмыс істеген. Ол Ресейден алып келген екен коронавирусты. Сол жаңағы жұмысында отырып, 3 күннің ішінде 100-ден астам адаммен жаңағы әңгімелесіп үлгерген екен. Ал сол 100 адам мысалы үшін қанша адаммен ары қарай жаңағы контактқа кетіп қалды. Міне сондықтан қазіргі таңда осы коронавирусты бақылау керек. Міне осы кезде әрине біз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, барлығымыз топтасуымыз керек. Әрине жаңағы әскерге, қарулы күштер сапына әскери билеті бар адамдардың барлығы шақырылады. Бүгін қорғаныс министрі Ермекбаев мәлімдеме жасады, ешқандай мәжбүрлік болмайды, әркімнің өз еркі. Баруға болмайтын адамдар да бар, жаңағы отбасы бар, 3 баласы бар, басқа бір қызметте жүрген адамдар бар, келуге болмайтын адамдардың тізімі бар. Дегенмен кейбір адамдар қарсылық білдіріп жатқан адамдар. Бұл осы арқылы билік халықты үрейде ұстағысы келеді. Бұл мобилизация, әскери режим енгізгісі келеді деген әңгімелер айтып жатыр. Шынын айту керек, маған осы әңгімелердің барлығы бір қызық тәріздес. Мен осыдан 30 жыл бұрын Кеңес армиясында 2 жыл қызмет еткем. Осы армияға барып келу мен үшін бір ешқандай проблема емес. Және мынау шынын айту керек, елімізге, өзіңнің отаныңа қауіп төніп тұрған кезде сен отаныңа қызмет ету керек. Мысалы көптеген азаматтар өзіміз патриотпыз деп осы өздерін мәлімдеме жүретін азаматтардың кейбіреулері осы жаңағы осыған қарсы шығып жатқанына мен өзім шынымды айтсам бір қызық сезімде болдым. Өйткені қазір бүгінгі таңда отаның, өзінің көршілерің осындай көмекке зәру болып тұр. Сондықтан осындай кезде біз өзіміздің отанымызға керісінше көмектесуіміз керек. Бұл жерде ешқандай, менің ойымша, ешқандай балама болмау керек. Отаның шақырды ма, бару керек. Әскери режим, мобилизация деп артық сөйлеудің қажет жоқ қой сонда, халықты үрейге шақырып. Жоқ, енді әскери мобилизация, бұл әскери мобилизация. Мынау төтенше жағдайда әскери мобилизация жасау ол мемлекеттің міндеті. Қазір біздің мемлекетіміз төтенше жағдайында өмір сүріп жатыр. Сондықтан бұны әскери мобилизация дейміз бе, немесе резервистер шақыру дейміз бе, бірақ отанның алдына қызмет ету үшін әрбір азамат дайын болу керек. Қазір сондай кезең келді. Түсіндім. Енді осы 1-2 күннен бері елімізде 42.500 теңге жәрдемақының жыры бітер емес. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрі арнайы сайт ашып, бұл процесті жеңілдетем деді, бірақ ол сайттардың бәрі тоқтап қалып жатыр. Бізде неге, айтыңызшы, бір осындай ауқымды іс басталса, халықтан өтініш қабылдау керек болса, бюджеттің ақшасын шығындап, жеке дербес сайт ашу керек. Неге оған бюджеттің ақшасын жұмсау керек? Ішкі істер министрлігінің, әділет министрлігінің, электронды үкімет порталының ортақ базалары бар. Маған енді біріншіден біздің Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 3 миллион адамға көмектесу жөніндегі мәселе, ол біздің еліміздегі гуманитарлық акт деп қарастыру керек. Өйткені қазір халықтың жағдайы нашар.
менің ойымша халықтың жағдайы нашарлай береді. Өйткені адамдар жұмыссыз отыр, экономика тұр. Сондықтан бұндай көмек қазір көбірек қажет болатын болады. Ал енді жаңағы осы халыққа жетудің амалын қарастыратын болсақ, осы 42.500-дің ол осыдан 10 жылдың аясында біздің елімізде цифровизацияға деп 70 миллиард теңге бөлінген екен. 70 миллиард теңгені бізде осы цифровизацияға арналған министрлік бар. Ол министрлікті Жұмаділдаев деген министр басқарады. Жұмағалиев аты жөнін ұмытып қалдық өзі. Міне сол министрден сұрау керек, ақшаны қайда жіберді ол? 70 миллиард теңге. Олар жаңағы жылда отчет береді президентке, өкіметке. Біз мынаны істедік, ойбай біз мынаны қырып тастадық, ой мына жойып тастадық, сөйтсек ештеңе дайын емес екен. Анау ауылда онлайн оқытайық десек, ауылда интернеттің күші жетпейді. Енді халыққа 42.500 теңгені берейік десек, ана бүкіл жаңағы порталдардың барлығы жұмыс істемей қалады. Ал бұл сұрақты әлеуметтік министрі Біржан Нұрымбетовке емес, бұл сұрақты цифровизация министріне жұмсау керек, және содан сұрау керек. Ақша қайда? 70 миллиард теңге бөлінген. Жоқ. Міне, жаңағы қазіргі таңда қандай министрлік нақты жұмыс істеді, қандай министрлік жаңағы бутафориямен айналысты, міне осындай кезде білініп жатыр. Ол жаңағы цифровизация деп бізде үлкен бір министрлік ашылған. Онан кейін олар ауыз толтырып, біз мынаны істеп жатырмыз деп өкіметке жылда өзінің есептерін береді. Ең аяғында сол жоқ екен, міне 2 күнде жаңа белгілі болды. Енді сіздердің осы жаңағы бағдарламаңыз арқылы осы сұраққа анау министрдің жауап беруін мен талап етемін. Түсінікті. Енді коронавирусқа қарсы күрестің облыстарда қалай жүргізілгенін біліп отырмыз. Талай былықтың беті ашылып жатыр, мүлдем дайындалмаған. Мәселен, алдыңғы аптада Қызылорда облысының әкімі ауысты. Ол кісіні де жемқорлыққа қарсы күдікпен қамады. Бұған дейін Павлодар облысының басшысы да осындай баппен шатылып, қазір үйқамақта отыр. Бұл нені білдіреді? Бұл жемқорлыққа күрес агенттігі облыстардағы жағдайды бақылауға алды ма, әлде бұл сол тағы элитааралық қақтығыстардың бір шеті ме? Енді бұны 3 аспектіге бөлуге болады. Біріншіден, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мынау ешқандай статусқа, сонымен бірге мынау ешқандай бір жаңағы шен-шекпенге қарамай, егер халықтың қаржысы бір сол жаққа кететін болса, онда сонымен күрес жөніндегі оның жеке тапсырмасы болуы мүмкін. Бұл біріншіден. Екіншіден, енді жаңағы жемқорлыққа қарсы агенттіктің өзінің де жұмысы, өйткені сол кісілер осыны бақылап, жаңағы жан-жақты осы жұмыстың құлағын шығарып отырған. Сондықтан олардың да жұмысының оң нәтижесі деп айтуға болады. Сонымен бірге әрине үшінші мәселе, ол өзіңіз айтқандай элита аралық күресті ешкім жаңағы бүгінгі таңда мынау ондай күрестің бар екендігін ешкім жоққа шығара алмайды. Сондықтан бұл міне осы 3 аспекті, бірақ енді осы аспекттің нақты қайсы жаңағы іс жүзіне асып жатыр. Бізде енді мынау саясаттың көп мәселесі кремнің астында болады ғой. О жағы әзірше бізге белгісіз. Бірақ дегенмен де осындай күрес бүгінгі таңда қажет. Азаматтар егер де мынау біздің билікте қандай да бір кішкентай бір кінәрат пайда болатын болса, ол жұмыстан кететініне және сонымен бірге жазаланатынына адамдардың да көзі жету керек. Сонымен бірге мынау біздің бүгінгі таңда құзырлы органдың басшыларының да өздерінің көзі жету керек. Сіз жақында күні кеше деуге болады, біз біргеміз атты қордың қамқоршылық кеңесінің мүшесі болдыңыз, қателеспесем. Енді ол жерге коронавирустың салдарымен күресуге ақша жиналып жатыр. Халықтың ойында бір мәселе,
ол қаншалықты әділ бөлінеді, қаншалықты мөлдір болады, басқасында жүрсіз ғой, не айтасыз? Енді менің ойымша өте дұрыс қадам. Біргеміз деген фонд құрылды. Ол фондқа қазір Қазақстанның ірі бизнес өкілдері өзінің қаржысын құйып жатыр. Біз кеше осы фондтың ең бірінші мәжілісіне қатысып қайттық. Мәжілісті Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек жүргізді. Енді ең бірінші қадамдары жаман емес. Айта кету керек, бүкіл Қазақстан бойынша 152 мың адамға 50 мың теңгеден бөлініп беріледі. Менің жаңағы топшылауымша бұл қаржы осы бүгін ертең азаматтардың қолына бірінші рет тиюді ықтимал. Бұл шынын айту керек, біздің еліміздегі азаматтарға үлкен көмек болады. Өйткені көптеген азаматтар жұмысқа қабілетті азаматтар, енді мынандай жағдайдың арқасында барлығы қазір жұмыстан айырылып қалды. Сонымен бірге осындай көмектің екінші толқынында болады. Бұл бірінші толқын. Сонымен бірге Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларына 5 миллионнан астам маска сатылып тегін берілетін болды. Енді Нұр-Сұлтанның өзінде қарасаңыздар, жақсы білесіз, қазір аптекаларда маска жоқ. Бұл маскалар тез арада осы қалаларға жеткізіліп, осы қалалардағы ең қажетті тұрмыстары төмен жанұяларға таратылып беріледі. Бұл да үлкен көмек. Сонымен бірге бүгінгі таңда осы коронавируспен соғысып жатқан азаматтар бар. Шептің алдында тұрған азаматтар, олар дәрігерлер. Міне осы коронавируспен тікелей арпалысып жатқан дәрігерлерге әрқайсысына 50 мың теңгеден бөлінеді, 100 миллион теңге 2 мың адамға. Бұл да менің ойымша тікелей жақсы көмек. Сондықтан қазір айтуға болады, осы біргеміз фонды ол халықпен бірге, сонымен бірге халыққа өзінің нақты көмегін беріп жатыр. Жақсы, рахмет. Осымен тікелей байланысымызды аяқтаймыз. Өз үйінен бізбен онлайн байланысқа шыққан белгілі саясаттанушы Ерлан Сайыров болатын. Аман болыңыз. Сіздерге де көп рахмет. Амандықта кезігейік.